Бүкіл әлем сенің арманыңа күлгенде, саған кім сенеді? Әрине, анаң. Бұл бүгінгі дарама, ханшайымы Шин Хе Сонның оқиғасы. Оның анасы басқалар қыздың арманына ашық күлген кезде де, оны қолдаған жалғыз адам болды. Ата-аналардың көпшілігі балаларына реалист бол, тұрақты жұмыс тап, актер болу тек таңдаулардың ғана еншісі деп жатады. Бірақ Шин Хе Сонның анасы мүлдем басқаша еді. Шин Хе Сонның өзі бала күнінде өте тұйық, нағыз интроверт болып өсті. Ол өте ұяң әрі үнсіз болғаны соншалық, жасөспірім кезінде актриса боламын дегенде, айналасындағылар оны ақмақ санап, келеке етті. Бірақ анасы оған шын жүректен сенді. Тіпті Седжон университетінің кино-өнер факультетіне түсуіне бар жағдайды жасады. Ол 7 жыл бойы тек елеусіз, кішігірім рөлдерде ғана ойнады. 7 жыл ештеңе шықпайтындай көрінді. Бірақ анасы оның ең басты тірегі болды. Нағыз серпіліс 2017 жылы басталды. Миллиондаған көрерменді экранға жинаған «Моя золотая жизнь» жобасы оған үлкен танымалдылық әкелді. Одан кейін «Королева Чхорин», «Таинственный лес» және «Добро пожаловать в Самдалри» сияқты хит дорамалар жарық көрді. Ал қазір 2026 жылы актриса Netflix-тің жаңа триллерінде бірден бірнеше кейіпкерді шебер сомдап жарқырап жүр. Шин Хе Сон ресми түрде дарама ханшайымы атанды. Бірақ әрбір қызыл кілемде ол тек бір ғана адамға, анасына қарайды. Бүкіл әлем күмәнмен қараған кезде оған ең басынан бастап сенген жалғыз жан анасы болды. Ал сіздің ата-анаңыз бала күнгі ең ессіз армандарыңызды қолдады ма? Әлде реалист бол деп айтты ма?